радиосының эфирінде қолөнер шеберлері Асхат Бозымбай мен Гаухар Қанатбайдың шеберлер алқасы бағдарламасы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Бүгін Алқа радиосында қонақта шеберлер алқасы бағдарламасының қонағы Шортанды ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, қолөнер шебері Бектас Кәрім ағамыз қонаққа келіп отыр. Ал Бектас аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ал Бектас аға, мінекей сіздің қолөнеріңіз өзі қазақтың саусақпен санарлық қолөнер шеберлерінің бірісіз. Оның ішінде сүйекпен ою, сүйекпен айналысатын осы біздің Қазақстандағы шеберлер аз. Сондықтан осы мынау өнеріңіздіге Алла тағала мысалға атамыздың қанымен, анамыздың сүтінен келетін қолөнер шеберлерінің бірісіз ғой. Сондықтан осы өнерге өмір жайында, өзіңіздің отбасыңыз, туған жеріңіз жайында бір айтып кетсеңіз. Жарайды. Мен туған өлкем Монғолия елінде тудық, сонда өстік, сол жерден білім алдық. Мен 1960 жылы дүниеге келгеннен кейін осы Алланың берген бір таланты, міне сол талантпен күні бүгінге дейін өмір бойы осы менің бір алға жетелеген үлкен бір өнер жолы деп айтуыма келеді. Мен сол Монғолияда нақтырақ еліңіз, туған жеріңіз Монғолияда. Мектеп жасынан бастап осы өнерімді ашыққа шығарып, таныла бастап, енді мектеп қабырғасынан конкурссыз жоғары мектепке қабылдандық. Ұлан Батырдың астанасында өнер ордасына алғашқы білім алу мамандық мектебіне жолдама алып, сонда оқуымды тәмамдадым. Мамандығым сол театр, сахна, сурет деген мамандықпен сол өнер мектебінде бітірдім. Сол дипломмен 80 жылы мектебімді бітіріп, Байын-Өлге аймағына, Қазақ өлкесі, осы аймақтың орталығындағы музыкалық театрда суретші болып қызметімді бастадым алғашқы. Осы музыкалық драма театрында 8 жыл қызмет атқарып, одан арғарата суретшілер бөлімінде жалғастырдым еңбегімді. Суретшілер бөлімінде жұмыстағаннан кейін шығармашылығым жұмыс сол кезден бастадық біз. Көптеген көрмелерге алғашқы сол кезден бастап қатыса бастадық. Сол алғашқы көрмелерден бастап сол өзімнің еңбегімнің, шығармашылығымның кішкене деңгейін көрсетіп, кейбір жарыстарда жүлдесін ілігіп деген сияқты сондай қызмет атқарып жүрдік. Содан 2005-те міне Атамекен Қазақстанға көшіп келіп. Алла бұйырса 20 жыл болады кім? 20 жыл болды енді, 20 жыл болып қалды міне. Ақмола облысы Шортанды ауданында қоныстанып, осында қызмет жасап, күні бүгінге дейін осы өнерді қолға алып жүріп жатырмын. Енді отбасым, әйелім адам дәрігері болды. Мұна халықтық емдеу жолында қызмет атқарды. 2 қыз, 1 ұлым бар, 2 қызым тұрмыста. Үлкен қызым Қарағандының мед академиясында мұғалімдік істейді. Оның сыртында бір больницада дәрігер. Күйеу бала спорт мұғалімі дегендей.
Олар сол Қарағандыда тірлігін жасап жатыр. Екінші қызым Түркияда күйеу бала адам дәрігері. Қызым мұғалім, химия пәнінің мұғалімі. Енді Кенжіл бар, енді Қарағандыда студент, екінші курс оқиды. Биылғы жылы екінші курсте қазір практикада жұмысын жүргізіп жатыр. Сабағын жалғастырып. Енді мынау жаңағы сіз айттыңыз ғой, Монғолиядан көшіп келдім деп, енді біз мынау шеттегі қазақтар, Монғолия, Қытайда, Өзбекстандағы мынау шеттегі қазақтар өзі ең басты құндылықтар өзі тілімізді, дінімізді, мынау қолөнерімізді, мәдениетімізді жақсы сақтаған. Оған көзіміз жетіп жүр. Ол сіз Монғолиядағы жаңағы бізде мынау қазақтың қолөнерлері қалай бағаланады? Шеберлер бар ма ол жақта, көп па мысалға? Бар ғой, ол жақта да әртүрлі шеберлер көп. Кезінен жаңа ата-бабамыздан, үлкендерден жалғасқан шебер отбасыда күні бүгінге дейін жаңа ұрпақтары осы шеберлікпен айналысып жатыр. Біздің енді бала кезімізде көп кісілерді көріп білдік. Жаңа күміспен айналысатын ағаш шебері, жаңағы әртүрлі ыдыс-аяқ, үй жабдығын жасайтын сондай бір мықты үлкен кісілер болды, шеберлер. Олар жаңағы арғы атасынан жалғасып шеберлік жалғасқан сондай отбасылар көп болған. Білеміз енді сол кезде көп мықты кісілердің болған. Ата көрген оқжалар, шеше көрген томпішер деп, сіздің де өзіңіздің отбасыңызда аталарыңыз бар шығар, осы қолөнермен айналысып. Өзіңізге қайдан дарыды деген. Менің шешем өте шебер ісмер адам болды. Ол кісі ер адамның да жұмысын атқарып жүреді. Жаңағы кесте, мына сырмақ сыру, киім тігу, қай жағынан ол кісі өте шебер кісі болды. Ауылда өзі сол кісіге жаңағы киім піштіріп, жаңағы бір нәрсені жасау үшін көрсетіп алып, үстіп жүреді ғой, сол мықты кісі болды. Сол шешемнің несі маған дарыды деп ойлаймын. Шешем өйткені мен кішкене кезімде сол енді балабақшаға барып жүрген жасым. Сол кезде маған алақандай бір матаны ұстатып, соған бір гүл, бір жапырақ сызып, мына жіппен бүйтіп тігеді деп. Мен енді қыз емес ұл болсам да маған солай ине ұстататын ғой. Сөйтіп әгіні сол енді көрсеткенімен әп-әдемі сызығымен тығып қояды екен. Ойдан балам қолы өте не деп мен арасындағы келген қонақтарға мақтақ қойып, одан үйдегі орындық бірдеңе болса жегес шығып тұрса, ой балам анаң қағып тұста ананың қайлақ жөндік қойшы деп. Сол кісі баулыды, енді алға кішкене еңбекке деген жаңағы икем, өнерге деген нем сол кезден туындап бастау алды енді. Дұрыс, Бектас аға, мынау енді бізде қазақ өзі малмен өскен қазақпыз ғой. Қазақтың мынау көшпенділер, оның ішінде жаңағы түрік, қырғыз, өзбек бауырларымыз бар. Бәрі мысалға мынау көшіп жүріп, жаңағы малмен айналысып жүріп, сол малдың терісін, сүйегін, мүйізін бәрін кәдеге жаратқан ғой. Соның ішінде ең бірінші мынау енді бізде қазақта ең киелі саналады өзі. Білесіз, біз қазақ ырымшыл халықпыз дейміз. Жауырын сүйегімен көп жаңағы пайдаланған. Оның ішінде мысалы қазақта жауырыншылар да барын естігенбіз. Жаңағы жауырынға қарап бал ашатын. Сіз енді міне жауырынды ою өрнектеп мінекей түйін түйіп іске асырып жатсыз. Осы жайында бір кішкене айтып кетсеңіз. Мен сол 2005-те келіп қоныстанғаннан кейін біраз уақыт жаңағы картина жазумен айланыстым. Сосын біраз көрмелерде жүрдім. Негізі соңғы уақыттарда мен бір 7-8 жыл шамасында жаңағы мына өнер жағынан кішкене қол үзіңкіредім. Енді бізде енді кішкене нәрсе сызып жазбасақ қатаяды ғой, саусақ қатаяды. Қайтадан нәрсе істегенде ойыңызды толық істей алмайтындай, шығара алмайтындай күйге келіп қалады.
Сосын кейін картина салдым, одан сол көрмелерден аралап жүріп, осы картина қойып, басқа бір қолөнер жағымен айланыссам қалай болар екен деген ой туды. Сосын кейін аралап берелеп, сол кезде мына бізбен қатарлас қызмет еткен Зейнелхан деген жігіт бар, өздерің танисыңдар, мына Габелен жағымен кезінде бітіргені солай да. Одан кейін кестені, жаңағы Суреттен кестені ең бірінші сол кісі. кестені суретке айландырған, негізі сол кісінің алғашқы несі сол кісі енді. Сосын кейін ол кісі айтты, сен мына қолөнер жағынан бір өзің бір өзгешелік, бір тауып алды, сонымен жұмыс жасады. Ода менің де ойым сол ана кісінің ойына сәйкесті, содан ойланып отырып, қалай жасасам болады деп. Сол ойыма шейін мына сүйек, жаңағы сүйектен жасасам қалай болар екен деген ой келді. Содан сүйек жаңағы желек недерден жасап жүргенін көрем ғой. Көріп жүрміз ғой енді. Кішігірім жаңағы бейнелер жасаған. Әрбір нәрсеге керек не еді. Содан жауырын ойыма келе қалды. Жауырын келді, ойыма түсті де, жауырын осы бұлай басқа сүйекке қарағанда жалпақ. Бір салатын нәрсең толықтан ағын сегізуға келеді деген сол тұжырымға келдім де тәуекел соған бастап, сол жерде мен бір жауырын сүйекті алып ап, алғашқы нем жасап көрдім, болатын ұқсады. Негізі осыған осылай жасай көре берейін арғады деп. Сол бастау сол кезде болды, содан біраз бейнелер жасадым, жаңағы бұның ерекшелігі бір тақырып алсаңыз, соны сіз ойыңызды бүкіл нәрсесін сыйғыза білесіз. Жауырын сүйегінің несі, қасиет. Өзі жай сүйек емес, оны да білеміз енді. Үлкендерден талай естідік қой кезінде. Естіп жүрдік бұл жайында. Содан енді бәрі ойы өте ойласып кетті де, содан кейін тәуекел енді. Осыны қолға бірақ алайын деп. Картинаға салатын ойыңызды, яғни жауырынға түсіре бастадыңыз, жауырынға тіл бітірдім дейсіз ғой. Бастама солай басталды. Керемет. Содан 2015-те ғой, алғашқы бір топ жұмысымды жаңағы Астанада конгресс-холлда республикалық жаңа бүкіл облыстық байқау болды да, жаңа облыстан менің атым ұсынды, соған қатысасың деп. Сосын кейін ауданнан сол келіп қатыстым, мына конгресс-холлда болды. Бүкіл облыстардан келді. Сондағы сүйек жұмыстарымды қойдым. Сол жолы жаңағы бас жүлде маған бұйырды. Сосын кейін шабыттандық енді. Ондай шабыт берді. Арғырата сол ауылға келгеннен кейін жауырын сүйегізді деп. Дамытып арғырата. Енді бұл сүйектерді қазір, мынау жауырындарды қазір қайдан аласыз? Материалдарды. Енді ауылдың ортасындамыз ғой, көптің ортасындамыз. Жұмысымызда таныла бастады. Содан кейін төңірегіндегі адамдар баяғы соғым соятыны бар, той томалағы бар, бәрінде мұжып болып сізге келеді ғой. Етінен етін неметкенен кейін, етін жегеннен кейін енді жауырын сүйек олардың ойына, ойбай Бектасаға жауырын сүйегін алып қалайық деп, деп өздері алып келеді, бірден екіден сол ұсақ малдікінде, қара малдікінде әкеп беріп, солардан көбірек келеді мен. Ал енді мына енді әрине жауырынды қасиетті деп жатады ғой, жауырынның да өз алдына мән мағынасы бар. Сол туралы да толығырақ айтып кетсеңіз, және көбінде кейбір теріс ұғымдар да бар. Жаңағы сүйекті үлуге болмайды, ол жерде жын шайтан жүреді деген сияқты да теріс ұғымдар бар. Осының ара жігін ажыратып, халыққа бір өзіңіздің жаңағы нүктесін қойып берсеңіз. Енді бұл жауырын сүйегі, бұл енді жай сүйек емес, қасиет сүйек екені. Сонау ертеден ата-бабамызда көнеде бұны бір арғы неде қолданған жаңағы бұның қасиетін не қарай. Бұны өзің айттың ғой, енді жауырыншы деген арнайы жаңағы бойында қасиеті бар адам ұстаған екен.
көріп келдер дейміз ғой қайбір қазір. нәрсені көріп келіп болжап, жауырын арқылы болжап, бүкіл нәрсені алдын ала біліп деген сияқты. Биылғы жылдың ауа райы қалай болады, соны да жауырын арқылы болжаған, сосын ырымдаған, ерекше ырымдаған. Бұның ырымымен жаңа сәбиге дейін ырымдап керектенген екен. Қайбір неде ырым жолында көп керектенген. Енді деректе бар ғой, Абылай ханның өзі жанына жауырыншы ұстаған деп. Жаугершілік кезінде қандай бір шапқыншылық болғанда, соны жауырыншы арқылы біліп бәрін емеді. Атты бірінің қай жерден келе жатқанын біліп отырған, ауыл енді малымен жайлауында отырады, күзеуінде отырады, қыстауында болады. Әртүрлі жағдай болады ғой. Оған барымташылар деген болады. Кеп малына тиісіп айдап кетеді, екінші бір жерден кеп. Сондайларға да жауырыншы осы жауырын арқылы көп пайдасын тигізген, болжап біліп отырған екен. Енді мына жауырынның жеке өзі мысалы енді мына жауырынның енді ана біреу шағынды алып беремін. Соны керек. Мынаның енді мына үстің ойығы енді қазаншасы екен. Бұл енді енді ауылға қонаққа барсаңыз, сол қонақ етін жеп болғаннан кейін сүйегіне қарап ауылдың енді қандай күйде екенін осы жауырын арқылы да біледі екен. Малынан білінеді екен де негізі. Мына шоңқырлау келсе, енді бұл ауыл енді қазаны тоқ, ырысы мол, сондай ауыл екен бұл ауыл деп мынадан қарап айтып кетеді екен. Енді мына алақанның өзінің кеңдігі, кең мынау талтақ қысыңқы келеді, әртүрлі келеді ғой, маған біріне бір сәйкеспейді. Сонда сол ауылдың жаңа жауырынның мына алақаны талтақ келсе, мысалы жайылып келген болса, малды ауыл екен деген, қорасында малы көп екен ауылдың деп солай неметеді екен. Енді мына мойны ұстайтын мойны, осының өзі қара жуандығы, соған қарай жуандық болса, мысалы түйел ауыл екен деп неметеді екен. Енді мынау қырлы болып келсе, мына ауылда бір жүйрігі бар. Жылқысы жүйрігі екен деген. Жылқысында жүйрігі бар ауыл екен деген сияқты. Енді мынау жалы, бұл малдың жолы, түйе жолы деп, сиыр жолы деп үсті бата береді екен. Мына жауырындағы қазақтың жолын ашады ғой, жолын ашпайды. Бұны енді түнді ашпайды. Түнді ашса, ұры түседі қораға деп түнді ашпайды. Күндізде ашатын. Қазақтың негізі ырымдарын көзінде біздің арзанды мағына бар отырған. Бұл енді жауырын сүйегі, жай сүйек емес екен. Мен мына көрмеде, мына істеген ісімнен өзім сезінем енді, шыны керек. Енді қай бір көрмеге бір неге қатыссам, менің нәрсем қызығушылықтан осы жауырындағы істе жұмыстар өте не болады. Енді істеген ісіңді, ойыңды осыған толық сыйып береді өзі. Толықтай. Жаңа ғана айтып кеттіңіз ғой, жауырынның барымташылар, баяғыда біз ата әжелеріміз бір аңыз айтып отыратын дейді осы. Сол жауырынға байланысты жаугершілік заманда жаңа барымташылап моңғолдар, қалмақтар жаңағы жылқыларын барымталап алып кеткен ғой бір ауылдың. Соның жауырыншысы, атақты бір жауырыншысы бар екен дейді сол ауылдың. Жаңа барымташылардың ішінде де бір жауырыншысы бар екен. Ол бәрін біліп отыр екен жауырынға қарап. Сөйтсе әлгі біздің қазақтың жауырыншысы артынан жігіттермен қуған екен, бірақ жеткізбепті. Содан жете алмайтынын біліпті. Сосын жауырыншы айтты, жігіттер тоқтаңдар. Түсіңдер аттан. Мына аттың ертоқымын теріс қаратып ерттеңдер деп. Сөйтіпті әлгі теріс қарап ерттетіп, әлгі барымташылардың жауырыншысы қарап отырып, мыналар қайтып кетіп, кейін қайтып барады деген деп, олар кішкене неге салынып, дем алып, түнде ұйықтап жатқан кезде біздің жаңағы қазақтар барып үстінен түсіп, сол қайтарып алған екен дейді. Сонда аттың ертоқым теріс қарап ертеген жауырыншы, жаңа барымташының жауырыншысы көріп, теріс қарап бара жатқан деп ойлаған екен дейді. Сондай аңыз әңгімелер бар екен. Сөйтіп кезінде сөйтіп ата әжелеріміз айтып отыратын еді. Мына жауырынның өзін алғанда да
жаңағы пышақтың ұшын тигізбей алады деп бір қасиеті бар деп еститін едік. Бұны енді Пышақтың ұшын көп тигізбейді деп. нәрсеге жаңағы балап ырымдайтын болып отыр ғой. Бұл кішкене сәбидің өзі алғаш туғанда алғашқы сүт несін жауырынмен ішкізген екен. Одан кейін жастығының астына ырымдап қойып. Одан үлкен жауырынмен нетпейді ғой қазір, оны кішкентай қойдың недерінің қозының басқадай бір жануардың мысалы кішігірім жауырынмен неметкен. Оны ырымдап ана бала өскенше сол оған дұға оқытқызып мысалы сақтаған дейді кезінде. Енді жауырынды да нәрсеге қолданғанға пайдаланып. Жауырынды да енді құрметті өте сондай кісілерге асатады ғой. Сыйлы кәденің бірі ғой. Жамбастан кейінгі сыйлы не ғой. Енді мына жауырынға сізге ой қайдан туындайды? Жауырынды ұстап отырған кезіңізде бірінші бір қандай да бір ескез келе ма көз алдыңызға? Қалай сізге сол ойыңызды жауырынмен ұштастырып барып орын тауып жаңа композицияны солай жасайсың. Әйтпесе тура ойыңды тура былай бастап сала салуға келмейді ғой. Бұл енді бір сіз яғни жауырынды алып, соны қолыңызға ұстап отырып, сезініп, соған қандай ой салуға болатын, содан кейін ойлайсыз яғни, иә? Ойлаған ойыңыз осыған сай келе ме? Ананың, ана жал былай формасына жаңа ойыңыз қалай келеді, соны тегінен алу керек пе? Жо былай жалпағын төмен қаратып, сол жағына келтіргенде дұрыс бола ма ойың дегенде, келесі жағына салғаным дұрыс па, жоғаны жал жағына салғаным дұрыс па деп соны ойлап, соны мысалы енді мына жұмыстарыңыз туралы шағын айтып өтсеңіз, мына жерде мынау енді бізде жаңағы қыран бүркіт біздің ең қазақтың қастерлі қазіргі көк туымыздың өзінде де біздің енді ұранымыз біздің жеті қазынамыздың бірі ғой енді. Қуатымыздың несі қазынаның бірі біздің енді бір ең мықтылық қырандығымызды көрсететін соған балайтын енді бүркіттің мүсіні ғой енді міне қазір мына жауырынның формасының өзіне жаңағы қанатын жайып кішкене талпынып былай аспанға неметіп тұрған өзінің бір күшін несін кереметтігін көрсетіп бейнеледім енді мынадайында. Өте тамаша, әдемі, қолыңыз дерт көрмесін. Ал мына жерде екінші бұл енді мәңгілік ел деп тақырып алдым да, біздің енді мұнда Қазақстанымыздың жаңағы арамыздегі жаңағы мәңгілік ел мәнментісі бар. Бүкіл осының ішіне өз деталдарымен сезіп келіп тұр деп отырмын. Мына бәйтерек, мына ағаштың жаңағы жайылып тұрғаны, ана етегіндегі тайқазанымыз содан бастап алып былай қазақтың символдары, символы, мына жағында домбырамыз, мына жағында қобызымызды қосып жаңағы шаруашылығымыз бәрі осының ішіне сыйыстырған мәңгілік ел деген тақырыпқа енді жаңағы жасаған жұмысым енді соған сай келтіру үшін осылай бәрін сыйғызып алған. Кеше ғана біздің Алқа радиосының жаңа рәміздер күні ашылуына байланысты жаңағы үйлесетін жұмысыңыз екен. Мына рамканың өзін сол бәрі ойласу керек бірмен бірі. Фонның өзі солай болу керек. Фонда да жаңа қазақтың оюы, сырмақтың оюлары, жаңағы ана бір қаланың бір белгілері, жаңа қазіргі еліміздің көркею несінің бәрі мынадан көрініп білініп тұрады. Көрін салып тұр, яғни өте тамаша жұмыстарыңыз. Енді Бектас ағайын, бұны сіз енді осы өнерде айналысып жүргеніңізге 8 жыл болды дедіңіз ба? Қанша жыл болды? Жалпы мынау жауырынмен. 2014-те мен 2014-те алсаңыз.
сол 14-те негізгі бір жұмысымның орнын таптым сол кезде. Содан бастап бір жылдан кейін барып қатысқан уақыт қой жаңағы. Негізінде Конгресс жалпы қай өнер болмасын әртүрлі саласы болады, қол өнердің де әртүрлі саласы болады. Соны жасай келе адам негізгі өзінің нақты бір саласын іздей отырады ғой. Сіз суретшілікпен бастап алып келдіңіз дағы, мынау бұл сіздің авторлық, былай айтқанда, қайталанбайтын, еш жерде қайталанбайтын ерекше дара бір жұмысыңызға айналып отыр ғой жалпы. Менің қазіргі жұмыстарым бәрі бір алғашқы нұсқадары ғой. Мен қайталаған жұмысым жоқ өзі. Мен қаншама осы жылға дейін жұмыстар жасадым, бәрі бір дана алғашқы нұсқа. Енді оны біріне де көрмелерде ұнатқан адамдар енді қолқа салып алады, сатып алады. Сол кезде бәрі енді істеген жұмысың кішкене бүкіл ойыңды сыйғызып, тақырыбына сағып, шамаңды, бірақ осыған жұмыстар жасағандықтан ыстық өзіңе жұмыстар алып сатқың да келмейді кейде жұмыстар. Сондай жұмыстарды алған кезде мен мынаны нұсқасын жасап алайын деп сөйтем, бірақ та жасай алмаймын. Қайталанбайды бәрібір, бәрібір жұмысты беріп жүрдім ғой, солай істеймін деп. Қайталанбайды. Авторлық жұмыстар ғой енді. Алғашқы нұсқа енді қайта қотаруға келмейді. Сондай болып шықпайды. Себебі мүсіні әртүрлі. Дәл мына болып келмейді. Сондай. Мынау енді бұл енді 2014-тен бері енді осы жауырынмен айналысып жүрсіз. Енді бұны ары қаратай қалай дамытуда ойыңыз бар? Енді шәкірт тәрбиелеу, бұған кәдімгі жастардың қызығушылығы бар ма? Бізде өзі қазақ елінде осы жауырынмен айналысатын өзі бір басқа да шеберлер, бірақ енді сіздің жұмысыңыз ерекше ғой. Бұндай жұмысты қазір бізде осы Қазақстан бойынша осы сіз айналысып жүрсіз. Бастап осы қолға алған кісімін ғой. Жаңа шәкірт тәрбиелеу. Қазір мен басында сурет өнерінен шәкірт болды, тәрбиелеген. Одан кейін мына сүйек өнерінде мектептен бір-екі балалар келіп, жаңағы ол ересек балалар. 10-11 кластың балалары бір қызығушылық көрсетмеді. Қазірде болғанда енді бұл сүйек жұмысына арнайы бір мастерскойда отырып жасау керек. Картина салу ұқсаған емес, бұның жұмыс орны бөлек болу керек. Технологиясы бөлек. Оның иіс қоңысы бар, жаңағы көп недер жасау керек. Бірақ қазір енді мектептерде жаңағы осы сүйек жұмысымен балаларға үйрету несі жүріліп жатыр. Біздің ауданда, Шортанды ауданының 3-ші қазақ орта мектебінің өзінде жаңағы еңбек мұғалімі осы сүйектен балаларға көрсетіп үйретіп жатыр. Олар менен көріп үйреніп ақыл кеңес алып, енді балаларға өздері үйретеді. Новокуанк ауылында Тұрысқан деген жігіт, ол еңбек мұғалім, о да солай балаларын әуелі жарысқа қатыстырып, қазір республика деңгейінде жаңа диплом атақ жарыстардан озып жүрген балалар бар, жаңа сүйекпен айналысқан. Енді қазір көп жерде осы бастама алып жатыр. Кешеде менен маған телефондап сөйлесті, Ақтөбеден бір жігіт мұғалім екен. Осындай бір жауырын сүйегін сіздің неңізбен, жолыңызбен бастайып істедім. Сіз рұқсат батаңызды беріңіз деп тұр ғой. Ақыл кеңесіңізді айтыңыз дейді. Ойбай, өте дұрыс істеді. Дамыту керек. Бар білгенімізді айтамыз, хабарласып тұр деп кеше сонымен тілдесіп, одан неде Қызылордада тағы бір мұғалім. Яғни мұғалімдер сізден. Мұғалімдер көбірек өйткені олар балаларға жақын ғой, жақсы ғой. Балаларға үйретеді. Олар өте дұрыс нәрсе. Сонымен сондай байланыстар бар. Енді балаларға көрсетіп үйретіп жатқаннан кейін ара-арада бұның енді етегі жайылады, сүйекпен айланысатын не болады деп отырмын. Қиялына қарай кеңей береді. Кенжелейді ғой, енді сүйек кезінде, ертеде бүкіл нәрсеге жаңағы үйдің жабдығына қай бір нәрсеге сүйек қолданып келсе, ол енді ертең кепкені біздер енді бастап қолға алып жатырмыз деген сөз.
Басқадай адамдарда ана жілік сүйектерінен пайдаланды. Мысалы жаңағы сандықтың беттеріне оюлардан оюлап енді соның бәрін салды. жалғастырып жасай бастады бізде. Енді қолға алынып сүйек зергерлігі кішкене жолына түсіп жатыр. Өте жақсы екен. Енді Бектас аға, бұл енді бізде енді сіз енді қазір осы қазақ өзіміздің елімізде жасап жүрсіз ғой. Бұны шетелде қалай қабылдап жатыр? Бұны шетелде көрмелерге шығып жүрсіз, білеміз оны. Шетелде, шет жақтағы Басқа да өнер адамдары. Бұны қалай қабылдап жатыр? Мен 2021-де жаңағы Шығыс Сибір орыс елінің Магадан қаласына бардым ғой енді. Ол енді дүние жүзіндегі тек сүйек өнерін жарыс өтетін, сүйек өнерінен көрме жүрілетін жалғыз жер екен. Өйткені Магаданның өзінде де мысалы якутиялықтар бар, біздің анау көшпенділер, түрік тілдес халықтар да ояқтарда тұрады, сол жақта жақсы дамыған деп естиміз енді. Сол жерде сондықтан Одар болғанда жаңа мамытының жаңағы қазба байлығынан қазбасынан шыққан сүйектерден жаңағы бөлшектерінен тауып алып, соны жаңағы қазбашылардан алып жасайды екен. Кішкентай мүсіндер, бейнелер жасайды. Содан кейін теңіздегі моржының тісінен жасайды екен. Моржының тісін көбірек керектенеді екен. Сосын кейін бұғының ішінде бұланның мүйізім көп керектенеді екен. Осылардан жасайды екен. Сол енді сол жылы алғаш рет барып қатыстым. 3-ші фестиваль екен, дүниежүзілік сүйек көрмесінің. Сол жолы сол бірінші орын маған берді. Олар таңғалды енді. Жаңалық болды, е? Оларға жаңашылық. Жауырындықтан мынандай осындай дүние жасауға болады екен ғой деп таңғалған шығар. Бізде де ана бұғының етін жейміз. Соның жауырын керектенуімізге болады екен ғой тек. Яғни сіз ол кісілерге идея тастап кеттіңіз. Бізде мына жауырынды керектенуімізге болады екен ғой деп. Олар көбірек ана тұнық сүйекке жүгірді ғой. Жаңағы мамытының сүйектері, жаңағы моржының сүйектері, өңкей тұнық сүйектер олар. Содан гене жасайды. Енді мына жауырын кемігі көп болады ғой, оның ішіне. Қара кемік көп болады да. Сосын соны тазартып, ондай бұны арам сүйек ретінде ойлаған шығар. Ойлайтын шығар, бірақ содан кейін қолданбай келдім екен, енді менің ойым. Ал енді өзіңіз осының жасау технологиясы туралы қандай аспаптар қолданасыз? Аттарын да қазақы, жаңағы ұстаның, жаңағы біздің әрбір құрал саймандарының атының өзі жаңағы кейінгі ұрпаққа құлағына сіңе берсе деген ойдамыз. Сол туралы айтып өтсеңіз. Жауырынды мысалға енді сіз қазіргі кезде қайнатасыз ба дегенде ғой. Бір кездегі қазір дүниенің бәрі бар ғой енді. Қажетті не сайман керек дегеніңіз келеді, бәрі саудада. Технологияның дамыған заман. Дамыған заман. Енді тоқ жүйесімен істейтін электро саймандарды керектенесі қазір. Бұрында болғанда жаңағы қолмен көбірек істейді екен. Ол кезде көбірек қайнатады. Сүйекті жұмсарту керек. Қазірде солай сүйекті кішкене көбірек қайнатып, етінен арылтқаннан кейін, оның әбден бойында еті жоқ болу керек, сіңірі жоқ болу керек, бәрін арылтып, қайнатып, тұз салып қайнатып. Тазартып, әбден. Ана майын кетіру керек. Көбірек қайнату керек, перекіс қолдану керек. Оны ағартып, содан кейін барып қолдану керек. Әйтпесе тағы да болмайды. Оның ана жасап алғаннан кейін де қайтадан сарғайып кетуі мүмкін дегенде, тағы да дұрыс болады. Өйткені сіз істеген кезде ана ішінде кемігі бар жерлерді кемігін арылтасыз кемігінен. Ол кемік майды ұстап тұрады ана. Сүйектің майын. Соны жаңағы ұңғу арқылы алып тастау керек. Сосын кейін барып қайта қайнатқанда анадағы майдар бірақ кетіп қалады деген сияқты. Май бойында қалып қойса, яғни ол май ұстап, ол тұрады ма? Май кетпейді. Мысалы,
жылқының несі мына сиыр түйе недердің жауырына қарағанда майлы келеді. Өте майлы келеді. Иә. Қаншама қайнаса да сондай бір мынадан ұқсап ағармайды ғой ол. Мхм. Майдың өзі ана сүйекке сіңіп қалады. Сары сүйек болып Сарғыш болып өңі келеді. сондай неде тұрады. Өзіндік бір. Яғни сіз Өткір қандай байсақ, ірі май. малдардың сүйектерін пайдаланасыз, яғни, иә? Мен көбірек сиырдікі, сиыр. Одан кейін мына бір жалғыз түйенің жауырыны, жылқының жауырын керектенем. Түйекештерге ұсақ малдың жауырын. жаңағы айтып қолқа салып қояйық. Болады ғой. Бектас ағаға жауырын қажет деп. Түйені күлген ғой, Иә. оған қаншама Еңбек, шығармашылық жұмысыңызды жасауға болады. Келеді оған. Жақсы, керемет. бір жылдары осы анау Өзбекстан Республикасына да барып бір жүлделі орын алып келгеніңізді білеміз әйтеуір. Қолөнермен. Бұның өзін сол неде байқауда, жарыста бір ерекше енді жаңғыртылған дүние болып тұр ғой. немесе ретінде жүлдесін берді ғой. Иә. Сол Сол Өзбекстандағы қатысқан іс-шараңыздың толық несі 72 қалай? ел қатысты сол кезде. Коканды қаласында 4 жыл дайындалған екен, сондай бір үлкен дүниежүзілік көрмені өткізу үшін. Ол бір үлкен шара болды ғой. Біздің Қазақстаннан 22 шебер бар қатыстық сол жылы. Алматыдан, Астанадан, бүкіл жерінен қатыстық барып. Ол енді бір ерекше үлкен көрме болды. Жақсы, енді Бектас аға бір өзіңіздің өмір жолында, өнер жолында өзіңізге бір пір тұтатын, үлгі алатын жаңағы ұстазыңыз дейміз, кімді өзіңізге жақын тұтасыз, ақыл сұрайсыз? Ақын ба? Иә, бір жалпы өмірде немесе бір өнер жолында сондай жандар бар ма? Немесе ата-анаңызбен, енді ата-анаңыздың жаңағы сізді бүйтіп еңбекке баулығанымен келіп тұрсыз ғой, жалпы. Ал ол жалпы өнерге мына осы идеяны, фантазия туу үшін де бір адам ұстаз үлгі алатын болады ғой. Сол шешемнен кейін шешемнің бауыры қазір мына Қояндыда 85 жаста ол кісі. Нағашы ағамыз мұғалім болды, мына еңбек мұғалімі. Мектеп қабырғасында сол кісі де біраз маған жаңағы еңбек жолында өзіндік несін үйреткен. Ақыл кеңесін берген сондай кісі. Одан кейін енді қазіргі кезде енді мықты шеберлер Қазақстанда көп қой. Соның ішінде жаңа басында айттым Зейнелқанды. Сол жігіттің маған ақыл кеңесі көбірек әсер берді деп айта аламын. Шабыттандырды мені. Арасында сонымен жұмысымды жібертіп көрсетіп қоямын. Осы жұмысым қалай болып жатыр? Солай істесем қалай болады деген бір ақыл кеңес сұраймын. Өйткені ол жігіт бізден 1 жыл бұрын бітірді мектепті. Бір мектептен оқыдық. Замандасыңыз ғой, яғни. Замандаспыз негізінде. Содан ол кісінің енді талабы, өнерге деген ұстамы мықты кісі енді. Ол кісі қозғалмай тек бір сызықпен осы өнерді қолға алған кісі ғой. Ізіне әбден түскен, яғни өмірін арнаған жалпы. Сондығынан қазір деңгейі өзінің істеп отырған жаңағы өнері осындай дәрежеге келіп аты әйгілі, мысалы өзіндік несі бар сондай кісі. Осы кісіден біраз маған қолдау не болды деп мен өзім солай ойлаймын. Осындай қолөнер жағымен сен бір нәрсені таңдап алып жолын тап, сен суретпен көп неметпе дедім. Бізде қазір мысалы қолөнер шеберлері, қазір Бектас аға қолөнер шеберлері қазір қарап тұрсам
бір ғана бағытпен ғана шектелмейді екен, көп қолөнер шеберлері. Зергерлікпен де айналысады, темірмен де түйін түйеді, ағашпен де жұмыс жасайды. Сіздің де білем әйтеуір басқа да бағытпен де жұмыс жасайтыныз анда-санда болсын. Сол жайында айтып кетсеңіз сіз. Мен де сол әр чөптің басын шалып жүрдім ғой енді. Осыған келем дегенше енді ұсталықта істеп көрдім. Бір 7-8 жылдай күміспен айланысып, жаңағы ноқта жүген, белбеу деген зергерлік бұйымдарды. бір бейім бір жүрген уақыт болды. Одан жаңағы мына картина салуда мен акварель жағына қиын неге болдым, құштарлау болдым. Сол жағына жаңағы нем жақсы болды. Мектепте де солай болдым. Акварельмен біраз картиналар салып, май бояудан қарағанда майлы бояу дейміз ғой, яғни, иә? Қазақша. Сол акварель жұмысына жақсы болдым. Акрил дейміз. Енді майлы бояу болғанда ол бөлек қой. Бөлек па? Анау су бояу, акварельміз. Су бояудың жұмыстары. Енді бұл жұмыстарыңыз енді қазір музейлерде, шетелдерде, қай жерлерде таныстырып жүрсіз? Енді жаңағы Магадан да бір жұмысым сонда берілді. Енді біздің Ақмола облысының музейлерінде бар жұмыстарым. Сүйек жұмыстар. Алыс шетелдерде ше? Қай мемлекеттерге бардыңыз жалпы осы? Сіз енді тек қана сүйек жұмыстарын емес, картина жұмыстарыңызбен де картина жұмысымен жаңағы Американың да болған бір көрмеге қатыстым. Бір 3 картинамды қойдым сол көрмесіне. Сонда бір диплом, күміс медаль иелендіңіз. Жұмысым солай болды. Оған жіберткен жұмыстарым жаңағы акварель, су бояудың жұмыстары. Су бояу жұмыстары. Одан кейін мына орыс Горналта жағына бардық. Сонда да бір көрмелерге қатысып, жұмыстарымды апарып жүрдім. Онда мына сүйек жұмыстары. Одан кейін көбірек сүйек жұмыстары. Монғолияда 2017-те жаңа халықаралық көрме болды. Оған 5 елден қатысты. Қытайдан, Орыстан, Қазақстаннан біз 6-сы бардық. Сонда мен бас жүлдесін алған, осыдағы сүйек жұмыстарымды алып барып. Былтыр Анталияға барып келдіңіздер. Анталияға бардық. Жаңағы Магаданға 2-ші рет қайта бардым. Керемет. Осылай енді еліміздің атын шетелдер әлемге танытып жүре беріңіз. Август айында Орысқа Новорунгейн қаласына тағы бір шақыру бар. Енді Алла қаласа көреміз. Жоспарда, иә? Ішкі көрмелердің бәріне үзбей Яғни қатысамыз. жалпы осы өзіміз қолөнер шебері болғаннан кейін сізбен бірге бірнеше көрмелерде бірге жүреміз. Соның ішінде маған енді мынау өз алдына бұл әрине ерекше авторлық жұмыс, еш жерде қайталанбайтын өзіңіздің туындыңыз, ішкі жаңағы тебіренісіңізден туған дүниелер ғой. Ал соның ішінде сіз жаңағы картина бойынша жұмыстарыңызда маған өз басыма қатты ұнайды. Соның ішінде портретті өте әдемі салады екенсіз. Мысалы, бір қазақтың әжесінің суретін салғаныңызды жаңағы аттай қалап өткен жолы шетелдің азаматтары алып кетті ғой. Сол туралы айтсаңыз кішкене. Алып еді ғой, білесіз ба? Көрмеде. Балқарағайда көрмеде болған кезімізде. Балқарағайда болды. Одан кейін Родин ауылында тағы Швейцарияның бір консулынан кісілерді қабылдады ғой. Сонда тағы бір картинамды көз түсіп, сол қалап алды. Сөйтіп картиналар. Яғни сіз сурет өнерінде де жаңағы портретті көбірек керемет салатын сияқтысыз. Кезінде социализм заманы дейміз. Біз оқыған, еңбек еткен уақытта портрет көбірек сыздық. Ол кезде сол аймақ орталығында қызмет істеп жүргенде жаңа тауысып келдік. Сол кішкене портретке екеуміз
жақсырақ сызсақ бізге заказ көп келеді. Ол кезде жаңағы басшыларда жаңа көсем жоғарыдағы басшылардың портретін көбірек салдырады ғой. Әр мерекеде кезінде одақтың кезінде жаңағы көсемдердің жаңағы Лениннен бастап бәрін сыздық қой. Маркс Энгельс деп бәлемпай есерлеп салдық қой. Бір мерекеде оннан бір портреттің өзі 13 дана салу керек. Сөйтіп шеберлігіңіз артты, яғни осы заказ келеді, соларды салып, тапсырыспен. соның бәрі баяғы енді портрет салғанға немене келтірді. Сол жағына бейімдеп дағдыландық, портрет салып. Портрет салу оңай емес, ол енді жай ол да үлкен өнер. Ол енді ұқсатып тарылтып салу керек, дәл өзіндей келтіру керек. Сол портреттеріңіздегі Жомалай кісілерді салуға келмейді, мысалы. тірідей көргендей боламыз. Ол енді келесі бұйырса келесі хабарларда сол картиналарыңызбен де бір ерекше сұхбат болады деген ойдамын. Иә. Қазақтың артыңыздан еріп келе жатқан шәкірттеріңізге, жаңадан осы өнерді бастап жатқан жас буынға не айтасыз? Не айтарыңыз бар? Қандай? Бұл енді өнер, енді қай бір елдің дамысын, көркін, өнерін, салт дәстүрін бәрін көрсететін бір ерекше жол ғой, құнды жол. Сондықтан енді бұл оның ішінде де мынау жауырын сүйегі деген бір ерекше сүйек, оған жасалған жұмыстардың қандай болып жатқанын айтып жатырмыз. Енді жастар осыны қолға алу керек. Ертеңгі күні бұны бұдан да арғарата деңгейге жеткізіп, қазақ елінде жауырын сүйек осындай деген бір үлкен ұғым туғыздыру керек, болу керек. Сондай неде деңгейін көтеріп, осыған деген қолөнер жұмысы енді ұрпақтар жалғастырады ғой. Енді жастар ол қазір біздің қол екеніміз, біздің еңбек ету немізден гөрі жастардың қабылдауы өте ғой. Енді нәрсені бізден де артық жасаса деген ниетіңіз, үйренгеннен кейін артық деңгейде шығарады. Қазір сондай деңгейде болу керек, үйрену керек. Енді мектеп қабырғасында бұл бастама болып жатыр. Осыған қатысып, енді қолдарынан икем, кішкене бейім өнерге деген балалар бар ғой. Кең таралу керек, яғни. Істемесе де бір өнерге жақын адамдар болады, өзіндік бір бойында қасиет болады. Бір икемі болады, адам. Сол адамдар енді балалар енді осындай өнерді дамытып, қолға алып жасаған қазіргі ұрпақтың негізгі бір несі болып отыр ғой енді. Алдыға біздің ұрпақтарға көрсетер, қалтырар. Бір жаңғырса дейсіз ғой, яғни, өнеріміз осы, міне осыны енді ұрпақтар жалғастыру керек. Өнер еш уақытта өлмейді дейді ғой қазір. Бұл өнердің әлгі шыңына шығып, ол шыңына ешкім жете қоймайды. Ол шыққан сайын ол биіктей береді. Соның ішінде мына қазақтың қол өнері деген ерекше ғой. Енді біз шетелде талай елдерге, біраз елдерге бардық енді. Сонда сол қаншама елден келеді, бәрі көрмесін жаяды, шеберлер отырады. Соның ішінде сол қазақ шеберлерінің жасаған дүниелері бір көзге ұрып ерекше көрінеді ғой. Ерекше. Оюынан бастап өзінің сол өзіндік қазақи стилі, сол жұмысқа жасалынған жолдар ерекше, бөлекше ол енді. Енді біз өңнен бастап өңнің ойласымы, оған бәрі бөлек болады ғой, бізде өң бар. Біз қазақ өзі бұйымды жасағанның өзінде соған ерекшелік
несін береді, ойдың өзін сызғанда әр ойдың өзінің мағынасы болады ғой. Иә, Сонымен әр ерекшелікті, нәрседе иә, мағына сонымен ерекшеленеді ғой біздің қазақтың Иә, білімдері. ерекше. Яғни болашақта енді бұйырса осы қазақ елінде жауырын деген жаңағы сүйек жаңғырып жатыр екен деген бір сондай бүкіл әлемге танымал болсақ, иә, сіздің арқаңызда, сіздің шәкірттеріңіз осындай арқылы. бір жұмысты қолға алып, бір осындай бір бастама бастап, бір жауырынды жаңағы шығармашылық бір еңбек картина болдырып жасап жүргенмен де мен бір жағымақтан Иә, әрине бұл өте керемет. Бұл да енді өзіміздің елімізде бір біттей өнер жолындағы үлесіміз енді Ол енді өзіңіз ғана мақтанбайсыз, бүткіл қазақ елі мақтанып ғой қазір енді. осы арқылы қазақ солай ғой енді қазақ елі мақтанады біздің. Ал енді жалпы отбасыңызда өзіңіздің ұрпақтарыңыздан сіздің жолыңызды қуам деген, яғни бір икемі бар, жаңағы кіндіктен жаңағы тараған дегендей. Осы өнерге сіздің жолыңызды қуамын деген. Балалардың бәрі сол екі қыз ұл-қыздарыңыз деп айтып отырмын. 3 қыз болды. Бір қызым ертерек дүниеден өтті. Енді 2 қызым сол маған өнер жағына икемдік недер бар болды. Әсіресе жаңа мектеп қабырғасында оқып жүргенде де жаңа сурет салу несінде сол классында, сыныбында жаңағы өнерге жақын бала болып сөйтіп жүрді. Осы өнерге нақты не қылып кетпесе де хобби ретінде алып жүреді. Енді қасыңда жүргеннен кейін балалардың бәрі сондық бір олардың бойына дариды екен де. Екінші қызымыз тіпті мықты болды. Ол енді кәдімгідей мен салған нәрсені қотарып былай сөйтіп жарыстарға мектеп қабырғасында жүргенде қатысып деген сияқты. Сосын кейін сол мектеп несіне оқуына түсті. Бірақ ол баламыз түскен жылында грант болмады сол өнер мектебіне. Содан қызым болғанда мен төлеммен оқымаймын, оқысам грантпен оқуым керек деп ол жылы жаңағы несін бірінші бала болып жаңағы несінен өтсе де оқымады. Мұғалімдікке түсіп кетті сол жерде. Енді мына ұлым болғанда о да өнерге жақын, бірақ ол спорт жағын таңдады ма? Таңдап. Енді былай алып жүрген шығар, сізге көмектесіп, бәрі қанша дегенменен күнде көріп жүргеннен көз үйренеді ғой. Мынаны сөйте ғой десең, сол айтқаныңмен жасай қояды. Яғни сіздер сияқты жалпы қазақтың мына өзі қол өнері, соның ішінде төл өнері деген саусақпен санарлықтай ғой енді жасайтын ұсталарымыз, шеберлеріміз. Енді осыған бір қолдау болса, елеп жатса деген енді ұсыныстарыңыз болса, қандай не айтар едіңіз? Үкімет тарапынан ондай ойдар көп қой, енді біз бір-екі ойыңызды айтып кетіңіз. Енді қолдау көріп жатырмыз деп айтып жатырмыз. Көрмелер көбейіп жатыр, шетелдік көрмеге шығу көбірек болып жатыр, қолдау бар болып жатыр деп. Кезінде бұл жағы кішкене ақсады ғой, біз енді өздеріңде білесіңдер енді. Алғаш біз шетелдік көрмеге барғанда, мысалы Өзбекстанда шеберлерді, өнер адамдарын ерекше құрметтейді екен онда. Өзбекстан жақсы Өзбекстан. Енді ел президенті сол кезде ендерге шығып сөйлегеннің өзінде алдымен сол шеберлерді ауызға алып, соларды атап, әрбір нәрседе сол шеберлердің мәстерлері соның атымен аталған, соның атындағы дүниелер мысалы. Яғни ерекше көңіл бөледі екен, иә? Ерекше бөледі. О жағын енді көрдік қой қалай көңіл бөлетіндігін. Енді бізде де міне ерекшелік
болып жатыр ғой енді ақырындап Ақырындап енді келе ертеңгі күні, жатырмыз. келе жатырмыз. Бәрі бірден бола қоймайды бірден дейсіз бола ғой. қоймас енді міне бұрынғыдай емес бір табан шүкірлік болды ғой. Жақсы. Ал Бектас аға мінекей өстіп біздің Алқа радиосына келіп, мынау жұмыстарыңызбен бөлісіп көрсетіп, өзіңіздің ойыңызды айтып, тілегіңізді айтып жатсыз. Сізге қонақ болып келгеніңізге көп рахмет. Шығармашылығыңыз шыңдала берсін, өнеріңіз өрлей берсін, шәкірттеріңіз көп болсын деп тілейміз. Алла тағала елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын. Енді бүгінгі қазаққа берер өнеріңіз өрлей берсін. Ал енді бүгінгі мінекей мынау осы хабарды жүргізген Қанатбай Гаухар Ғабитқызы және Бозымбай Асқат Дәулеткерімұлы. Бағдарламамызда қонақта болған Бектас Кәрімұлы, сізге көп рахмет. Қош сау болыңыз. Аман жүріңіз. Иә.